Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зеқымбет арнасына бірінші рет кіріп отырсаңыздар, лайк, подписка және видеоның астына түсіп, өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар. Менің YouTube арнамды бақылаған болсаңыздар, менің соңғы кезде видеоларым шықпай қалды. Сол себепті сіздерден заранее кешірім сұраймын. Біз жақта отбасы құрып, беташар болып, анау дегендей темалар болып кетті. Ол жайлы ақпаратты өзімнің Telegram каналымда айтқан болатым. Егер менің Telegram каналыма тіркелмеген болсаңыздар, сол жаққа тіркеліп отырыңыздар. Маңызды ақпараттарды сол жақтан білетін боласыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбы біз Trust Wallet кошелектен MetaMask кошелекке импорт жасайтын боламыз. Соны сіздерге қазір барлығын пошагово көрсететін боламын. Ал біз кеттік. Сонымен Trust Wallet кошелектен MetaMask кошелекке қалай импорт жасайтын боламыз. Ең бірінші біз Trust Wallet кошелекке кіреміз. Төменгі оң жақ настройканы басамыз. Ең жоғарындағы кошельге дегенге кіреміз. Осы жерден сіздерге қайсы керек, то есть қай нені кошелекті импорт жасау керек, сол кошелекті таңдаймыз. Ол үшін сіздер 3 точканы басасыздар. Мен мысалы 3 точканы басамын. Одан кейін мына жерде біз показать секретную фразаны басамыз. Сіздерде бұл жерде скопировать деген сөз тұрады. Соны басасыздар. Менде себебі бұл жерде 12 кодовый словам тұр. Бұны көрсетуге болмайды ешкімге. Скопировать басамын. Одан кейін біз қазір компьютерге оралатын боламыз. Сонымен достар, біз қазір Google Chrome'ға кірдік. Google Chrome'ға кіргеннен кейін сіздерде MetaMask кошелек болу керек. Егер қалай қосатынын білмесеңіздер, онда менің Telegram каналымда закрепленный жерінде MetaMask жайлы ақпарат бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. MetaMask бізде расширение тұр. Осыған кіреміз. MetaMask ашылады. Сәл төмен түсеміз. Мына жерде бізде импорт через MetaMask деген бар. 12 кодовый слово деген секілді осыған үстіне басамыз. Одан кейін бізге осы страница ашылады. Осы страницаға біз Trust Wallet-тен скопировать алған 12 кодовый словомызды қоятын боламыз. Мына Ctrl-V деп қоямын, ставить етіп. Сәл төмен түсеміз. Мына новый пароль ойлап таппайды. Новый пароль қазір ойлап табамын. Так, новый пароль мен ойлап таптым. Потом барып мына жерде біз восстановить дегенді басамыз. Міне бізде осы страница ашылды. Мына сіздер выбрать все бассаңыздар болады. Мен аған барлығына птичка қойып шығамын. Одан кейін далее басамын. Міне осы страницадан біз подключить дегенді басамыз. Сонымен достар, сіздердің алдарыңызда мен Trust Wallet кошелектен MetaMask кошелекке импорт жасадым. Осы баланс менде Trust Wallet кошелекте тұрған еді. Енді қазір MetaMask кошелекте отображаться етіліп тұр. Егер де кейбір токендер шықпай жатса, мысалы делік менде қазір Trust Wallet кошелекте XRP тұрса, мынаяқта менде XRP көрсетілмей тұр. Оны сіздер қалай көрсетемін десеңіздер, просто добавить токен арқылы XRP адресін салып, осы жерге шығарсаңыздар болады. Бар жоғы осылай. Қосымша сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына қойсаңыздар болады. Сонымен достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк, комментарий жазып және төмен қарай түсіп, поделиться кнопкасын басып отырыңыздар. Сіздер болған мен Зеқымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.